кіргізбей тұр деді. Кіруге болмай тұр тұрмыз. Маңды білмей ма, әлде бұларға ескертілмеген ба? Маған телефоным болғандықтан шығарып жіберіп жатыр. Сапарыммен тағы да Қарағанды облысы Шет аудандық полиция бөліміне келіп қалдым. Енді бұл жерде менің бірнеше істерім бар, тағы қаралып жатқан. Сол ісім бойынша қазір уақытта қандай жағдайда тұр екенін, және де бұл іс бойынша бұның тағдыры не болып жатқанын анықтау мақсатында арнайы Алматыдан тағы келдім. Қазір ішке кіріп шыққаннан кейін істің мән-жайын хабарлайтын боламыз. Телефон сөндір. Бұл телефон мен түсіріп жатыр. Сапармен жүргенде. Сіздің қатысшы болса. Сіздің тем более полиция қызметкерісіз, жеке адам емессіз. Телефон кіргізбей тұр деді. Кіруге болмай тұр тұрмыз телефон. Қандай сол көрсетпейшін маған болмайды деген. Кім айтты оны? Жоқ, кім айтқан көрсетпей маған сіз ауызша Телефон ешейка тұр ғой. Шöyle достаточно кіргізбей. мен адвокат, маған положено. Болмайды деймін мұндай положено. Онда давайте түсін онда olsun. Так, камераны түсірші. Мне қазір начальник облысы орынбасары түсу керек болған, кабинет қабылдау керек бірақ өкінішке орай мен сотрудник кіргізбей отыр. Мен адвокатқа положено телефонмен кіруге. Бірақ заңды білмей ма, әлде бұларға ескертілмеген ба, адвокатқа кедергі келтіріп жұмыс жасауға. Қазір сіз басшылық төмендеп түсер ма, әлде сіздер кіргізесіздер ма? Телефон қойыңыз, пожалуйста. Жоқ, мен оператор кіргізіп тұрған жоқпын. Оны қалдырып тұрмын. Мен жеке өзім телефоным адвокат. Мен басқа адамды кіргізіп жатқан жоқпын. Жоқ, сіз телефонмен кіруге Мен айтып отырмын, телефонмен кіргізсем, болмаса түсіну үшін керек. Енді айттық қой сізге жұмыс Жақсы болса, кабинетке келсін үшін керек. Қай жерде кабинет? Оны жақсы. Телефонмен тастай алмаймын деймін. Онда телефон жерден тұр, үшіне келіп тұр. Онда келсін, осы жерге келген телефон. Так, көрдіңіз ғой, маған телефоным болғандықтан шығарып жіберіп жатыр. Қазір осы жерге орынбасар шықсын, көрейін. Мен не үшін телефонмен кіруге болмайтынын адвокатқа деп түсіндірсем, түсіндіре алмай отыр. Мына жерде бізде Қарасай ауданында қылмыстық іс тіркелген, Алматы облысы Қарасай ауданында. Бұл жерде бірнеше адамдардың барлығы тақырыбы бір тақырып, яғни алданғандар келетін лайықтарына. Енді сіздер де мына арызданушы Абдер дегендің екі дела сіздерде бар екен. Осы екі делаға екі не тіркелген. Осы екеуін жаңа біріктіріп, мына екі нені біріктіріп, сосын біздің Алматы облысына жіберсеңіздер деген біз өтініш түргенбіз. Сіз қашан өтініш қашан? Өтінішті біз алдында 28 тәулік күні жібергенбіз. Осы екі сіздер екі жәбірленушінің ісін бір-біріне біріктіріп, және де оны Қарасай ауданына жолдауды сұрағанбыз. Енді осы іс бойынша сіздерде Қуандық деген тергеуші айналысып жатыр екен. Мен енді келсем Қуандықтың өзі ауырып қалды деген естідім. Мен сізге айтайын, есіңіз болып қойыңыз. Көпен Жұмабекұлы. Қазіргі таңда бізде жаңағы тергеу прокурор, тергеу бастығының орынбасары, тергеу бойынша полиция майоры Жүніс Ахмет Бұрханович қазір еңбек демалысында жүр. Ол 5 секунд, осы мамырдың 5 секунд шығады. Егер қағазыңызға өтініштің тастайын десеңіз, онда мен қазір сол кісі шыққаннан кейін дер кезінде сізбен хабарласып, сізге официальный жауап беруіңізді айтамын. Енді өздерің білесіздер, өтініш хат түскеннен 3 күннің ішінде қарастырылу керек. Біз қазір 28 күні бердік. Біздің мерзімді өтіп жатыр. Мен қазір көрейін, жауап келген жоқ. Қағазында өтінішіңіз қай уақытта тіркелген білдірейін сізге. Енді біздің сұрап отқан талабымыз екі жәбірленушінің сіздер екі номер қозғалған, соны екеуін біріктіру арқылы және де осы Алматы облысы Қарасай ауданына кешіріңіз, өтінішті көшірмеңіз болсын, өтінішті сізге көшірмесін алыңыз, мен қалады. Сіз е өтінішпен жүрдіңіз бе? Е өтінішпен. Міне Қарасай ауданында бұл істің қозғалып жатқандығы туралы міне хабар келген 190-шы бабы 2-4-ші тармағында мынандай іс тіркелген деп. Осы іске мына екі сіздердің екі істеріңізді біріктіру үшін сол жаққа жолдау салатын болды. Жақсы. Қозғалған. Түсіндім. Соған біздің істі, екі істі соған біріктіру керек. Мақсат уже. Жаңағы кім деген Қуандық деген. Жоқ, мынау тіркеліп тұрсың. Қарағанды облысы Шет ауданына қарасты полиция басқармасына бөліміне келіп, өзіміздің екі бірдей ісіміз осы жерде қаралып жатқан болатын. Сол істің тағдыры не болып жатқанын, қандай шешімдер қабылдап жатқанын білу мақсатында келгенбіз. Бірақ өкінішке орай бізді басшылыққа кіргізуге кезекші бөлімі кедергі келтірді. Бірақ біз басшылықтың төменге түсіп,
сыртқа шығуын талап еттік, келді, мән-жайды түсіндірдік. Сол мән-жай бойынша бізге түсініктемелерін берді. Енді әрі қарай біздің талап еткен талабымыз бойынша екі бірдей қылмыстық ісімізді Алматы облысы Қарасай ауданына жіберу туралы талап қойғанбыз. Сол талабымды жақын арада басшылықтары денсаулығына байланысты жұмыста жоқ екенін, 7 мамыр күні жұмысқа шығатынын хабарлады. Және сол басшылық келген кезде мына істі міндетті түрде қарастырып, шешімдерін қабылдайтынын айтты. Енді алдағы уақытта өзіміздің назарымызда ұстап отырамыз. Қандай да бір өздерінің берілген уәделерін жұтып, жаңағы істі аяғына жеткізе ме, жеткізбей ме, оның барлығы уақыт көрсетеді. Алдағы уақытта бұның барлығын әлеуметтік желіге жариялап, сіздермен бөлісетін боламыз.